Саламатсыздарбы балар, математика пәнінің 137 сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы 134 көбейтілген 5, 670 бөлінген 5 түріндегі жазбаша көбейту және бөлу. Сабақта 3 таңбалы санды 1 таңбалы санға көбейту және бөлу алгоритмін үйренетін боласыздар. Көбейтудің қалай орындалғанына қарап, 134 көбейтілген 5 тең, яғни біз екінші көбейткіш 5-ті бірінші көбейткіштің бірлігіне көбейтеміз, ондығына көбейтеміз, сосын барып жүздігіне көбейтеміз. 5-ті 4-ке көбейтеміз. 20, 0 жазылады 2 ойда. 5-ті 3-ке көбейтеміз. 15, ойдағымен 17 бір ойда. 5-ті 1-ге көбейтеміз. 5, ойдағымен 6, яғни 670. Бөлудің қалай орындалғанын қара. 670 бөлінген 5. 6-ны, яғни бөлінгіш 670-ті бөлгіш 5-ке бөлейік. 6-ны 5-ке бөлеміз. 1-ден береміз. 1, 5, яғни 6-тан 5-ті азайтсақ 1, яғни бөлінгіштің екінші санын түсіреміз, ондығын түсіреміз. 17 болады. 17-ні 5-ке бөлсек 3-тен береміз. 3-ке 5-ті көбейтсек 15. 17-тен 15-ті азайтсақ 2. Біз 2-ні 5-ке бөле алмаймыз. Сол себептен сол бөлінгіштің үшінші санын түсіреміз. 20-ны 5-ке бөлеміз 4, яғни 4-ті 5-ке көбейтсек 20. 20-дан 20-ны азайтсақ 0. Баған түрінде жаз және есепте дұрыстығын тексер. 152 көбейтілген 5 тең 760. 920 бөлінген 5 тең 184. 124 көбейтілген 5 тең 620. 730 бөлінген 2 тең 365. 142 көбейтілген 5 тең 710. 540 бөлінген 4 тең 135. Көбейту мен бөлуге осыған ұқсас мысал ойлап жаз. Баған түрін жазып оны есепте дейді. 238 көбейтілген 4 тең 952, 390 көбейтілген 2 тең 195. Мұхиттардың тұсындағы өрнектердің мәнін тап. Оларды мәнінің өсу ретіне қарай ата. Мұхиттардың өлшемі бойынша салыстыр дейді. Бізге берілген 4 өрнекті шығарып көрейік. 128 көбейтілген 5 тең 110. Шашылған 247 қосылған 583 шақша болған бөлінген 5 азайтылған 106 тең 60. 45 қосылған 750 бөлінген 6 тең 170. 135 көбейтілген 4 азайтылған 460 тең 80. 60 бізде солтүстік мұзды мұхит, 80 бізде үнді мұхит, 120 Атлант мұхит, 170 тынық мұхиты. Ақиқат пікірлері тынық мұхит ең үлкен мұхит, Атлант мұхит үнді мұхитынан кіші, солтүстік мұзды мұхит үнді мұхитынан үлкен. Бұл жердегі ақиқат пікір тынық мұхиты ең үлкен мұхит. Өзіңнің ақиқат немесе жалған пікіріңді құрастыр дейді. Солтүстік мұзды мұхит ең кіші мұхит, үнді мұхит тынық мұхитынан үлкен. Қысқаша жазылуы бойынша есептер құрастыр. Бір кемеде 145 жолаушы, екінші кемеде одан 4 есе артық жолаушы бар. Барлығы 960 жолаушы. Үшінші кемеде неше жолаушы? 145-ті 4-ке көбейтеміз. 580 бұл бізде екінші кемедегі жолаушылар саны. 145-ке 580 қосамыз 725. Бұл бірінші және екінші кемедегі жолаушылар саны. Енді барлығы 960 жолаушыдан осы 725 жолаушыны азайтамыз. Сонда бізде үшінші кемеде 235 жолаушы бар екен. Нұсқасына қараймыз. Бірінші кемеде 134 тонна жүк бөлігі. Екінші кемеде белгісіз, бірақ бірінші кемеге қарағанда 5 есе артық. Неше тонна жүк бөлігі? Енді бұл жерде екінші кемені табу үшін 135-ке 5-ті көбейтеміз. 670 тонна жүк. Бұл бізде екінші кемедегі масса. Енді екінші кемедегі бірінші кемедегін азайтамыз. 670-34-ті азайтсақ 536 тонна жүк артық. Яғни екінші кемеде 536 тонна жүк артық екен балалар. Баған түрінде жаз және есепте 135 көбейтілген 6 тең 810, 176 көбейтілген 5 тең 880, 255 көбейтілген 2 тең 510, 660 бөлінген 5 тең 132, 350 бөлінген 2 тең 175, 950 бөлінген 2 тең 475, 530 бөлінген 2 тең 265,
640 бөлінген 4 тең 160, 760 бөлінген 5 тең 135, 136 көбейтілген 5 тең 680, 165 көбейтілген 4 тең 660, 126 көбейтілген 5 тең 630. Төмендегі кесінділерді сыз дейді. Ұзындығы 25 см кесіндінің 5-тен 1 бөлігі, яғни егер 25-тің 5-тен үшін біз 25-ті 5-ге бөлеміз, яғни 5 см кесінді. Ән нұсқасында ұзындығы 12 см кесіндінің 3-тен 1 бөлігі дейді. 12-ні 3-ке бөлеміз, яғни 4 см кесінді шықты. Диаграммада бір тәулік бойы әрбір 3 сағат сайын портта теңіз арқылы келген жүк кемелерінің саны туралы мәлімет берілген. Диаграммадағы мәліметтерді пайдаланып сұрақтарға жауап бер. Қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген? Диаграмма бойынша сұрақтар құрастыр және оның сыныптастарына қой. Есептер құрастыр және оларды шығар дейді. Уақыт аралығында портқа жүк кемелері көп келген. Қандай уақыт аралығында портқа жүк кемелері аз келген? Сағат 9-12-ге дейінгі уақыт аралығында неше жүк кемесі келген? Сағат 6-тан 9-ға дейін 30 кеме. Сағат 15-18-ге дейін 3 есе артық кеме. Барлығы неше кеме? Енді 3 есе артық, 3 есе кем десе 3-ке бөліміз. Яғни 10 кеме. 15-18-ге дейін 10 кеме келген. Барлығын білу үшін 30-ға 10-ды қосамыз. Жауабы 2 уақыт аралығында барлығы 40 жүк кемесі келген екен. Әлия кітапханаға, би студиясына, дәріханаға және почтаға бару қажет. Әлия қысқа жол таңдау үшін барлық мүмкін нұсқаларды қарастырды. Суретке қара, жолдың қанша мүмкін нұсқасы бар. Енді қараңызшы балалар. Бізде кітапхана бар, би студиясы бар, дәріхана бар, почта бар. 4 нұсқа бар. Енді осы 4 нұсқа бойынша қысқа жол таңдау үшін қанша мүмкіндік нұсқасы бар екен пайдаланып көрейік. Кітапхана, почта, дәріхана, би студиясы. Почта, дәріхана, би студиясы, кітапхана. Дәріхана, би студиясы, кітапхана, почта, би студиясы, кітапхана, почта, дәріхана. Кітапхана, би студиясы, дәріхана, почта, би студиясы, дәріхана, почта, кітапхана, дәріхана, почта, кітапхана, би студиясы, почта, кітапхана, би студиясы, дәріхана. Осы нұсқалар бойынша Әлия қысқа жолды 8 рет таңдауға болады. Ал балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңдар.